күн, құрметті қатысушылар. Бүгінгі танымдық ойынға қош келдіңіздер. Сайысымызда қатысушыларды жан-жақты шыңдап, өздерінің ой еркіндігін еркін көрсетіп, үш тұғырлы тілді еркін меңгергендігін көрсетуге бағытталады. Олай болса, ойлайық та, ойнайық атты сайысымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Glad to greet everyone. We are going to have a great time talking about most enjoyable activity, learning languages. The educational activity which no one finds boring or unimportant. Due to learning languages, one is able to feel himself multicultural personality or a citizen of the world. Обсудим правила нашей игры. Всего 5 раундов. В каждом раунде команды выполняют различные задания и этим зарабатывают очки. Победитель каждого раунда получает 1 балл. За первые 4 раунда команда может получить по 1 баллу. Последний 5-й раунд – это блиц-тур. Здесь команда будет получать по 1 баллу за каждый правильный ответ. Право отвечать первой получает та команда, которая раньше поднимет табличку с названием своей команды. Сайысымыз ортағын тап деп аталады. Экранға 3 картинка беріледі. Әр топ берілген картинкаларды біріктіріп, яғни мағынасы жағынан байланыстырып, бір сөзбен жеткізуі керек. Дұрыс жауап берген топ 1 балл иеленеді. Посмотрим на следующий слайд. 3 картинки объединены одним словосочетанием или словом. Назовите их.
теперь переключимся на произведения художественной литературы. На экране появятся изображения, ассоциативно подсказывающие литературных героев. Подумайте, о ком идет речь. Келесі сайысымыз таныс бейне деп аталады. Сіздерге көмек ретінде біз анықтайтын шығарманың қосалқы кейіпкерлері ұсынылады. Ал енді біздің басты кейіпкерімізді анықтайық. And now it's time to find out if you could be as wise as most writers and poets. So read the first part of the quote written by one of the classics and complete his idea in the ending. Is that clear about the contest? Shall we start? Келесі сайысымыз мақал-мәтелдің жалғасын тап деп аталады. Берілген мақал-мәтелдің жалғасын табу үшін берілген көмектің артығын алып тастап, керегін қолдану арқылы мақал-мәтелдің жалғасын анықтаймыз. Добей мудреца. Мы лишь тогда ощущаем прелесть родной речи. Когда именно? Где?
And the last contest is BIGA. We are going to compete in quick thinking and making decisions. You'll see different rebuses on 3 languages. Everyone knows the rules for solving these kind of puzzles. Please be attentive, smart, and fast.